Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздермен қазанда пісетін ерекше мантылардың жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Бұл мантының ерекшелігі подливаның үстінде піскендіктен дәмі өте нәзік болады және де құрғақ болып қалмайды, сочный, мощный болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға 250 мл суымызды құямыз, бір жұмыртқамызды саламыз және де бір шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ұн салып, қамырымызды илейміз. Шамамен 400 грамдай ұн кетеді. Қамырымыз жұмсақ болып қалмау керек, қыздар, езіліп кетеді. Сол үшін қатты етіп қамыр илеп аламыз. Қыздар, иленген қамырды 15-20 минут бойы демалдырып қойыңыздар, сонда қамырларыңыз өте әдемі болып жайылады. Ол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Бізге фарш, яғни тартылған ет керек болады. Мен 500 грамм шамасында қостым. Сіздер өздеріңіздің көпшілікке қарай қосыңыздар. Пияз қосасыздар майдалап туралған. Пиязымыздың үстінен 2 немесе 3 картошканы осылай майда етіп турап, оны да саламыз. Және де дәміне қарай, өзіңіздің қалауыңызға қарай тұз, бұрыш салып, барлығын араластырып аламыз. Ішіне салатын салмасы дайын болды. Енді демалған қамырымызды алып, осы видеодағыдай етіп, майда-майда бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай кішкентай зуала жасап аламыз дағыны, зуалаларымызды жұқа етіп жаямыз. Дайын болған жайылған қамырымыздың ішіне салмамызды салып, түйеміз. Осы видеодағыдай етіп, самсанык сияқты үшбұрыш етеміз, бірақ ортасын жабыстырмай, осылай ашық етіп алып қаламыз. Енді екінші зуаламызды дәл солай жаямыз. Жайылған қамырдың ішіне салмамызды салып, түйеміз. Қазанымыздың ішіне 100 мл шамалас майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін пиязды салып қуыратын боламыз. Пиязды қатты қуырып жібермейміз. Оның үстінен тәтті бұрышымызды салып, тағы да 1-2 минут бойы қуырып аламыз. Екі-үш минут қуырылғаннан кейін үстінен бір картопты майдалап турап қосамыз және де дәміне қарай тұз себеміз. Подливамызға мен чеснок қостым, ол ерекше дәм береді, ерекше иіс береді. Егер ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қоюға да болады. Бір кесе суға бір шай қасық томат салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ерігеннен кейін қуырылып жатқан подливамыздың үстіне құямыз. Қайнап шыққан сорпаның үстіне жаңағы түйіп алған мантыларымызды тізіп, осы видеодағыдай етіп салып шығамыз. Енді қазанымыздың қақпағын жауып, 40 минут бойы орташа отта қайнатып пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің ерекше қазандағы мантыларымыз дайын болды. 40 минуттың ішінде осындай сочный, мощный мантылар дайын болады. Иісі деген бүткіл үйді алады, өте керемет болып шығады. Мінекей қыздар, біздің қазанда піскен ерекше мантыларымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызға 100% ұнайды деген сенімдемін. Себебі бұл манты өте сочный болып шығады. Мінекей видеода өздеріңіз көріп тұрсыздар. Өте әдемі болып, нәзік болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.